армысыздар. 6 сәуір күні Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 140 гимназияда болатын педагогикалық әдеп қағидаларын ұстана отырып жұмыс жүргізудің нәтижелілігі республикалық семинардың бағдарламасымен таныс болыңыздар. 9:30 мен 10:00 аралығында тіркеу жұмыстары жүреді. Сағат 10 мен 11-ден аралығында гимназияны таныстыру жұмыстары жүзеге асады. 11:00 мен 11:30 аралығында басқару менеджменті педагогикалық әдеп қағидаларын ұстана отырып жұмыс жүргізудің нәтижелілігі тақырыбында пленарлық отырыс. Гимназия директоры Тілеубай Ескенбайқызы және директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Тимурбаева Сафура Сәлімбайқызы сөз алады. 11:30 мен 13:00 аралығында тәжірибе алаңында кездесеміз. Мұнда сіздер үздік пән мұғалімі Санғалиев Дәурен Наурызбайұлы, үздік сынып жетекшісі Сапарова Сәуле Амангелдіқызы, үздік әдістемелік бірлестік Сәрсенбаева Кәмшат Мәлікқызы, үздік жас маман Демжанова Гүлбану Берікқызы, үздік тәлімгер Түстікбаева Құралай Әбдікерімқызы, үздік кабинет Иманбаева Гүлмен Әлімбек Шапағат, үздік ата-аналар жиналысы Сыздықова Ләззат Тұрысбекқызының жұмысын көре аласыздар. 13:00 мен 13:30 аралығында жаңаша кері байланыс жасау әдістерімен Жарылқапов Бақтияр Үсенұлы, Тимурбаева Сафура Сәлімбайқызы, Төлегенова Жанар Қасиетқызы таныстыратын болады. Түскі астан кейін 14:30 мен 15:30 аралығында Қазағым сағынды рас мұзбалағын атты концерттік бағдарламаның қонағы болыңыздар.